Армысыздар, менің тыңдармандарым. Сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Балалық шақ Кеңес одағы кезінде өтті. Бой жетіп мейірбике мамандығында оқып, дипломды қолыма алып, жазын жайма шуақ күндерінде баяу аяңдап үйге келе жатқанымда жаныма бір жеңіл көлік тоқтай қалды. Көлік ішінен екі жігіт шыға келді де мені бас салып, күштеп көлікке отырғызып алып қашты. Қанша қарсыласып, арпалысып жатып көрші ауданда тұратын жігіттің үйіне жеттік. Ол уақытта қыздың қайтып келуі әке-шешеге сын болып саналатын. Қайтып келген қыз жаман демекші, ата-анама сөз келмесін. Олардың жүзін жерге қаратпайын деп, келін болып барған жерімде мүлде танымайтын адамға амалсыз жар болып қала бердім. Барған жерімнің табиғаты керемет болатын. Күйеуімнің үйі тау бөктерінде орналасқан екен. Үйдің жанынан кішігірім өзен ағып жататын. Айнала сан алуан гүлдермен көмкеріліп, жұпар иісі мұрынды жарып, ерекше сұлулық беріп тұратын. Аула ішінде сан түрлі жеміс ағаштары самсаған жемістерін көтере алмай сәлем салған келіншектей иіліп тұратын. Осындай табиғаты сұлу жерді бірінші көруім. Барған жерім көп балалы жанұя болатын. Сонымен келіні қызметіме кірісіп кеттім. Ата-енем жақсы, момын кісілер болып шықты. Осылай күндер өте келе күйеуімнің шынайы бет-пердесін көре бастадым. Жатып ішер жалқаудың өзі болып шықты. Ащы суға да кетер емес екен. Ішіп келген кездерінде айтқаны болмай қалса, ұрыс жанжал шығарып, барлығымыздың берекемізді алатын. Ал ішпеген кезде жап-жақсы адам болып, одан жақсы адам жоқ. Осылай уақыт өте келе ішкенін қойып, ақылға келер деп шыдап жүрдім. Бір күні жатын бөлмемізге үлкен айна алып келіп, төсектің жанына іліп қойды. Міне, осыдан кейін адам төзгісіз түндерді басымнан кеше бастадым. Түнге қарай ішіп келуін жиілетті. Ішіп келген түндерде әлгі айнаға қарап, жыныстық қарым-қатынасқа түсетін болды. Онысымен қоймай мені әртүрлі нәрселерді жасауға мәжбүрлейтін. Айтқанын істемесем, ұрысып қол жұмсайтын болды. Күндіз де тыныштық бермей, көлденең көк аттыдан қызғанып, жұдырығын ала жүгіретін болды. Шыдамның қаншаға дейін жетерін білмей қиналып жүрдім. Сондай түндердің бірінде дөрекі қарым-қатынасқа түспеймін деп табан тіреп отырып алдым. Менің қарсылық танытқаныма ашуланып, сабап ұрып, бір қолымды шығарып жіберді. Таңға дейін қолым қақсап ауырып ісіп кетті. Шыдамында шегі бар демекші, оның мені қорлап, ұрып соққанына шыдамым біткен еді. Қақсаған қолымның ауырғанына амалсыз төзіп, таңның атуын тағатсыздана күттім. Ертеңіне бір қолыменен амандасып, күнделікті шаруамды атқарып, олардың таңғы астарын әзірлеп бердім. Содан кейін әрқайсысы өз шаруаларымен кеткенінде осы сәтті пайдаланып, үйден қашып үлкен жолдың аялдамасына жеттім. Қалтамда көк тиыным жоқ. Көлікке қол көтеріп тоқтата бастадым. Жаныма тоқтаған бір көлікке жағдайымды айтып ала кетуін өтінді. Ісіп кеткен қолымды байқап, жаны ашып көлігіне отырғызып ала кетті. Осылай амалдап төркініме жеттім. Ата-анам мені мынадай халімді көріп шошып кетті. Оларға жылап отырып, қандай жағдайда болғанымды баяндап бердім. Енді ол жаққа қайта бармайтынымды айттым. Сөйтіп анам ауылдағы сынықшы атамызға ертіп барып, қолымды сындырып салды. Ақырындап жаман түс көріп оянғандай есімді жиып өз-өзіме келе бастадым. Біраз күннен соң артымнан іздеп келген ата-енемді анам ұрсып үйден қуып жіберді. Осылай әлгі адамнан құтылғаныма қуанып жүргенімде аяғымның ауыр екенін білдім. Бұл жағдайыма қуана алмадым. Өзі ішкіш, сондай дөрекі адамнан балалы болғым келмеді. Жасанды түсік жасатсам ба деп біраз ойланып жүрдім. Кейіннен нәрестенің не жазығы бар деп ұйғарымға келдім. Бұл жағдайымды анама айтып едім. Алланың бергені, ондайды ойлаушы болма, уайымдама, өзім қарасамын деп мені құшағына алып, басымнан сипап жұбатып отырып, үнсіз көз жасына ерік беріп жылап алдық.
Күйеуден қайтып келгенімді қара шаңырақтағы кенже ағамның әйелі ұната қоймай, мені түртпектеп сөйлей бастады. Мұны байқаған анам: «Тәйт әрі, далада жатқан қызым жоқ. Мұндай адамменен қалай өмір сүреді? Бір күні мына түрменен бірдеңе жасап қояр. Көңіліңді кішкене кең ұстасаңшы», деп ұрысты. Содан кейін жақтырмаса да үндемейтін болды. Жеңгемнің сыры өзіме мәлім ғой, қанша қайтып келмейін деп тырыссам да болмады. Күйеуімнің қорлығына шыдағаннан жеңгемнің мінезіне шыдау әлдеқайда жеңіл еді. Осылай жүріп, қызым Раушанды аман есен босанып алдым. Енді екеу болғалы жағдайымыз қиындап бара жатты. Жеңгеме отырсақ опақ, тұрсақ сопақ болдық. Сөйтіп қызым 2 жасқа толғанында балабақшаға беріп өз мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Жұмыс істеп жүргенімде үйдегі жеңгем менен құтылғысы келді ме, әлде отбасын құрып кетсін деді ме, әйтеуір көрші ауылда тұратын бір жігітпен таныстырды. Ол жігіт мектепте мұғалім болып жұмыс істейді екен. Өзі бір үйленіп ажырасқан екен. Жаман жігіт еместей көрініп, біраз сөйлесіп жүрді. Кейіннен қызыма жақсы қарайтынын айтып, үйленейік деп сөз салды. Ата-анамды, өзімнің төркінімдегі жағдайымды, жеңгемнің маған деген қарым-қатынасын ойлап, Тоқтарға тұрмысқа шығып кете бердім. Осылай отбасылық өмірім тағы басталды. Ата-енеммен бірге тұрып жаттық. Тоқтар айтқанындай Раушанға жақсы қарады. Оның осы қарым-қатынасына ішім жылып, уақыт өте келе күйеуімді жақсы көріп кеттім. Кейіннен аяғым ауырлап, 2-ші қызымды дүниеге алып келдім. Артынан 3-ші қызымды босандым. Ал ата-енем ол немерені аңсап күтіп жүрген болатын. Алайда мен қатарынан қыз босана бергесін біраз уақыт жүріп көтерсем, ол болады ма деген оймен сақтандым. Сөйтіп кіші қызым жасына толғанында енеме қалдырып жұмысқа шықтым. Күйеуім мектепте, мен емханада, жұмысымызға барып келіп жүріп жаттық. Үлкен қызым Раушан төменгі сыныпта оқып жүргенінде күйеуім қылық шығарып, ауылдағы мектебімізге жаңадан келген жас, басы бос келіншекпен әуейі болып жүргенін естідім. Қыздарымды әкесіз өсірмейін, 2-ші рет күйеуден ажырап төркініме қайтпаймын деп күйеуім үшін күресе бастадым. Отырып ашық сөйлесулер, ұрыс-жанжал, көз жазым ешқандай нәтиже бермеді. Ашуға бой алдырып, бір күні барып мектептің басшылығымен сөйлестім. Әлгі әйелді жұмыстан шығаруын талап еттім. Менің талабымды қанағаттандырып, ол әйелді басқа мектепке ауыстырып жіберді. Мұны естіген күйеуім қатты ашуланды. Үйге келіп киім-кешегін жинап, әлгі әйелді жақсы көріп қалғанын айтып, менімен қыздарымды тастап, сол әйелге кетіп қалды. Бұл мен үшін күтпеген ауыр соққы болды. Әлгі әйел кетсе, Тоқтар есін жиып, ата-анасына, отбасына оралама деген үмітімнің тас-талқаны шықты. Артық қыламын деп тыртық қылғанымды түсіндім. Тоқтардың әлгі әйелмен екенін ойласам, қызғаныш оты алаулап, ішім күйіп кететін. Жүрегім езіле, тағдырыма налып, түндерімді жылаумен өткіздім. Күйеуімнің менен кетіп қалғанына өзімді кінәлі сезініп, бекер сақтанған екенмін. Бәлкім аяғым ауырлап, ұл балалы болғанымда бұлай мені тастап па кетер емес еді. Күйеуімнің менен кетіп қалғанына өзімді кінәлі сезініп, бекер сақтанған екенмін. Бәлкім аяғым ауырлап, ұл балалы болғанымда бұлай мені тастап та кетпес пе еді деген ой маза берді. Өкінішпен күндерім өте берді. Төркініме қайтып барғанымен мені қолдап көмек қолын созатын ағаларымның өздерін шеттей бала-шағалары бар. Қартайған ата-анамның қолдарынан келер қайрандары жоқ. Ұйқысы жылауменен таңдатырып, не істерімді білмей жүріп жаттым. Ата-анеме жаутаңдап көмектесіңдер дегенде қарай бердім. Ал олар қанша ұрсып түсіндіріп айтқаныменен Тоқтар үйге қайта оралмады. Ата-ана мені сабырға шақырып, ат айналып қазығын табар демекші, бір күні қайта оралар. Осылай үмітімізді үзбей бір-бірімізді жұбатып жүріп жаттық. Алайда уақыт өткен сайын Тоқтардың қайтып келетініне сенімім солып, үмітім үзіле бастады.
Іштей мен мұнда не үшін жүрмін деп қамыға ойлайтынмын. Кетейін десем баратын жерім жоқ. Тығырыққа тірелгендей едім. Түбі бір кететінімді ойласам, қыздарымның болашағына алаңдап, шарасыз күйге түсіп, көз жасымды көлетіп жылай беретінмін. Ертеңіне опа далабымды жағып, домбығып ісіп кеткен көздерімді жасырып жұмысқа барамын. Сөйтіп тоқтарды ақылға келіп, үйге қайта оралатын шығар деп үміттеніп күтіп жүргенімізде тоқтардың әлгі әйелі ұл босанғанын естідік. Мұны естігенде көңілім түсіп жылап жібере жаздадым. Ал ата-енемнің көздерінен қуанышты байқағандай болдым. Оларды да жазғыра алмаймын. Ұл немерені аңсап күтіп жүргендерін білемін ғой. Сонымен олар мен жоқта ұлдарымен үйге келіп жүрді. Енді қайтсын, 6 қыздың ішіндегі ата-енемнің жалғыз ұлдары болса. Ата-енем оларды қабылдағандай сынай танытқасын, мен өзімді ол үйде артық адамдай сезіне бастадым. Сөйтіп бір күні енем маған: әлгі әйелді екінші әйел ретінде немере үшін қабылдасақ, сен қалай қарайсың деді. Үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей денем дір ете қалды. Не айтарымды білмей есеңгіреп отырып қалдым. Бөлмеме барып көз жасыма ерік бердім. Түнімен қыздарымның болашағын ойлап, олардың әкесіз өсетіне өзімді кінәлап, әкелерінің осындай адамдар болғанына жаным күйзеліп, өзімнің мына шарасыз күйіме ашу-ызаға булығып жылай бердім. Ары қарай не істерімді білмей, ой шырмауынан шыға алмай отыра қалдым. Сөйтіп отырып таңдатырдым. Қанша қиын болса да, Алламның маңдайыма жазған тағдырына мойынсынып, бұл үйден кеткенім дұрыс деп шештім. Көңілі суыған күйеуімнің қайта келмесіне көзім жетті. Ертеңіне ата-енеме ажырасатынымды айтып, заттарымды жиып, қыздарымды ертіп, екінші рет күйеуімнен ажырасып, төркініме оралдым. Төркінімдегі күнім тіптен қиындап кетті. Жеңгемнің өзі бір төбе болады. Қартайған ата-анам не істей алар еді? Ол кездерде отбасылық жағдайымыз нашар болатын. Менің мына жағдайымның барлығы ауыр тиді ме, онсыз да денсаулығы сыр беріп жүрген анам көп ұзамай келместің кемесіне мініп кетті. Сенерім де, сүйенерім де анамнан айырылып, қайғыдан қан жұтып қала бердім. Анамның жерлеу рәсіміне ата-енем келіп кетті. Кейіннен 40 күндік асына келгендерінде атам бізді мына мүшкіл жағдайымызды көріп, жаны ашып кеткен болатын. Содан көп ұзамай бір күні атам мені шақырды. Көрші ауданнан бізге кішігірім үй сатып алғанын айтып, құжаттарын қолыма тапсырды. Атамның осы жақсылығын ешқашан ұмытпаспын. Анам қайта тіріліп келгендей қуанып, атамды құшақтап, жылап жібердім. Төркінімде жеңгемнің қысымына шыдау мүмкін болмай бара жатыр еді. Қартайған әкемнің халі мүшкіл болатын. Ал ағам өте жуас. Бізге қамқор болатындай қауқары жоқ. Сөйтіп қыздарым мен атам алып берген үйге көшіп жайғастық. Кішігірім үй болса да ауласы кен, бау-бақшасы бар екен. Өзім сол ауданның емханасына жұмысқа орналасып, үлкен қызымды мектепке, кейінгі 2 қызымды балабақшаға бердім. Анам кеткелі, күтімі дұрыс болмай жүрген әкеме жаным ашып, өзім менен алып кетпек болып едім, алайда әкем өзінің шарасыздығына маған жүрегі ауыра. Саған бір баспана алып бере алмадым, қызым. Құдай емес, мен сені ойлауым керек еді. Әттен, қолымның қысқалығы-ай деп көз жанары жасқа шыланып, 2 иығы селкіндеп, кемсеңдеп жылап қалды. Біраздан соң ұлы тұрып қыздың қолына барып отырды деп ел сөз етер деді. Содан көп ұзамай әкем де анамның артынан кете барды. Жақында ғана анамнан, енді міне әкемнен айырылып, қайғы мұңға батып, әкемді жер қойнауына тапсырдық. Сөйтіп аз ғана уақыт ішінде атамнан айырылып, жапан далада қыздарымен бір өзім қалғандай күйге түстім. Өмір сүрудің мәні болмай кеткендей күйге түсіп жүргенде атам үйге келді. Қызым, мен барда ештеңеңе алаңдама. Қыздарың үшін өмір сүріп мықты болуың керек. Менің опасыз баламның кінәсін сенің алдында қолымнан келгенінше жууға тырысамын деді.
Сөйтіп қамқор атам бізге қарайласып тұрды. Енем екеуі кезек-кезек келіп кетіп жағдайымызды біліп тұрды. Мен ол үйден кеткелі қайта аяқ баспадым. Ал Тоқтар болса қыздарын мүлде іздегенде жоқ. Өмір өз ағыммен өтіп жатты. Кеңес одағы тарап қиын қыстау кезеңдерде бастан кешірдік. Тағдырдың сан қилы сынақтарына қыздарым үшін мойымай алға жылжып өте бердім. Өзім 2 рет тұрмыс құрып жолым болмай, басқа тұрмыс құруды ойламадым. Бұл уақытта Тоқтар кейінгі әйелі Толқыннан 5 перзентті болды. Үлкен қызым Раушан мектепті бітіріп, мұғалім мамандығын таңдап оқуға түсті. Кейінгі қыздарымды аталары оқытамын деп жүргенінде кенеттен ұйқыдан оянбай қалып, Асқар таудай болған қамқор атам аяқ асты бізді тастап кете барды. Әкемнен жақын болған атамның кетуі қабырғамызды қайыстырып, орны ойсырап қалды. Қыздарымды ертіп барып, атамызды соңғы сапарына шығарып салдық. Содан үйге қайтқалы жатқанымызда енем тоқтатып, барлығымызды отырғызып, менің де бір аяғым жерде, екінші аяғым көрде. Қай күні кетіп қаларымды бір Алла білер. Көзім тірісінде бауырлар бір-біріне жат болып кетпесін. Реніш өкпелеріңді ұмытып, араласып тұрсаңдар жақсы болар еді деп өз өтінішін айтты. Мен Тоқтар мен Толқынға қарадым. Тоқтар үнсіз басын төмен салып отыра берді. Ал Толқынның жақтырмағанын көз жанарынан оқып, әйтсе де сонша жақсылығын көрген енемнің көңілін қимай жарайды дедім. Сөйтіп енем шақырған кездерінде сол үйге қыздарымды ертіп, Толқынның қарым-қатынасына енем үшін шыдап, амалсыз барып жүрдім. Оларды бірге көргенімде көңілім түсіп, ескі жарамның аузы ашылғандай жүрегім ауырып қайтатын. Раушан оқуын бітіретін соңғы жылында аяқ асты бір жігіт алып қашты. Артынан кімді жіберерімді білмей қалдым. Сонымен қара шаңырақтағы аға жеңгемнің ұлы мен келіншегін қуғын шетіп жібердім. Олар барып келгенінше қызымды уайымдап, байыз сауып бір орында отыра алмадым. Бір кезде келген олардың алдынан жүгіріп шықтым. Келінім, уайымдамаңыз, барлығы жақсы. Өз қалауымен тұрмысқа шығыпты. Оқуында жалғастырып оқытады екен дегесін көңілім орнына түсіп, қызыма бақыт тілеп, құдалықтың қамын ойлап дайындала бастадым. Алайда, бір айдан кейін бет-аузы көгала қойдай Раушан жылап жеңіреп үйге келді. Қызымның мына түрін көріп жан жүрегім езіліп кетті. Қызым көз жасын көлетіп отырып, болған жағдайды айтып берді. Сөйтсем, өз қалауымен емес, танымайтын бір жігіт алып қашып кетіпті. Кетемін, қалмаймын деп жылаған Раушанды артынан барған келінім, қайта келген қыз жаман, анаңды ұятқа қалдырасын, ел жұрт сөз етеді деп тастап кеткен екен. Жеңгемнің маған көрсеткен қысымы аздай, келіннің мына қылығынан түңіліп кеттім. Ағамның ынжықтығына ашуым келіп, ызаға булығып жыладым. Сөйтіп Раушанды емдетіп жүріп, аяғының ауыр екенін білдім. Кейіннен өмірімде көрмеген құдаларым қызымның артынан іздеп келгенінде қызым олардан азар да безер болып, көздері шарасынан шыға қорқып, мені оларға бермеші деп еңіреп жылады. Раушанның жағдайын көріп тұрып, қалайша бауыр еті баламды отқа тастайын, содан қызымды ажыратып алдым. Аяғының ауыр екенін оларға айтпадым. Қайтейін, қу тағдыр-ай, қызым да менің тағдырымды қайталап, іштегі шаранамен қайтып келді. Сөйтіп Раушан уақыт сәті келіп, аман-есен қыз бала босанды. Амалдап жүріп оқуын жалғастырып оқып, дипломын қолына алды. Бұл кезде кейінгі қыздарым мектепті үздік бітіріп, өз күштерімен жоғарғы оқу орнына түсті. Раушанды мектепке жұмысқа орналастырдым. Өзім түске дейін жұмыс кестесіне ауысып, түске дейін Раушан, түстен кейін мен немерем Райханды кезектесіп бақтық. Райхан өзі бір ерекше бала болып өсіп келе жатты. Көздері ботаның көзіндей мөлдіреп тұратын. Жәудіреген көздерінен қарағанда еріксіз жымиып сүйсіне қарайтынмын. Өз жасына лайықты емес, өте ақылды, сондай жанашыр, мен десе ішкен асын жерге қойып, жүгіріп алдымнан шыққанында жақсы көрбеу мүмкін емес еді.
Сол Райханым мектеп жасына келгенде Раушан бір үйленіп ажырасқан жігітпен танысып, сөйлесіп жүргенін айтты. Аузы күйген үрлеп шеді демекші, болашақ күйеу баламен танысып, оның анасымен сөйлесіп, Раушанды екінші рет тұрмысқа бердім. Райханды өзіммен алып қалдым. Кейінгі қыздарым оқуларын бітіріп өздері ұнатқан жігіттерге ұзаттым. Бұл кезде енем кәріліктен көз жұмып кеткен болатын. Тоқтар өз қыздарының ештеңесіне араласқысы келмеді ме, әлде толқыннан асып кете алмады ма білмеймін. Әйтеуір не істеп жатырсың? Қыздарым қалай деп сұрамайтын. Кейіннен білгенімдей, қыздарым Тоқтарға барып, әкесі жоқ дегізбей, еш болмағанда ұзату тойымызда анамның жанында тұрсаңыз болды деп айтқан екен. Содан қыздарымның ұзату тойына қатысып, ары қарай мүлде жұмысы болмады. Осылай қыздарымды құтты орындарына қондырып, көңілім жайланып, Алладан соларға бақыт тіледім. Қыздарым арасында келіп, үйімді жинап, шанын қағып дегендей қарасып кетеді. Немерелерім көбейіп, өсіп жатты. Кейіннен зейнетке шығып, қолым босап, қыздарыма қарасып жүрдім. Райханым көркіне мінезі сай ақылды болып өсіп жетті. Маған ұқсап дәрігер боламын деп оқуға түсті. Оқуын оқып жүргенінде Раушанның күйеуінің нағашылары Райханды келін етіп алғысы келіп, қолқа салып келе береді деп Раушан айтқан болатын. Тағдырдан әбден аузым күйгенмен Райхан оқуын бітірсін. Жігітті ұнатып, тұрмысқа шыққысы келсе ғана береміз дедім. Сөйтіп қыз бен жігіт танысып, бір-бірін ұнатып, кездесіп жүрді. Кейіннен Райхан оқуын бітіргесін екеуі шаңырақ көтерді. Барған жерінде ата-енесі жақсы адамдар болып шықты. Күйеу баламда өте сыпайы, кішіпейіл, үлкендерге деген құрметі шексіз еді. Қыздарымның бақытты жүздерін көріп, көңілім жайланып жүргенімде, Райханның аяғы ауыр екенін біліп, шөберелі болатыныма қатты қуандым. Шүкіршілігімді айтып, жатсам тұрсам қыздарымның бақытты болуын тілеп, Райханның аман есен босауын күтіп жүргенде, күтпеген қайғылы жағдай орын алды. Райханның күйеуі жол апатына ұшырап, алған жарақаттарынан біраз күн ауруханада есін жия алмай қайтыс болды. Қыршыннан қиылған күйеу баламның кенеттен келген қазасы мені есеңгіретіп жіберді. Тағдырдың мұндай ауыр соққысына төтеп бере алмай, инсульт алып, бір қол бір аяғым істемей жарым-жан болып қалдым. Райханымның қандай халге түскенін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сөйтіп күйеу баламның жерлеу рәсіміне бара алмай, Райханымды ойланып, егіле жылап, қаралы күндерде жанында болып жұбата алмағаныма жаным ауырып қайғырды. Қыздарым мен күйеу балдарым артымнан келіп, қалымды біліп тұрды. Ауруханада ем-домымды алып, таяқ сүйеніп, сылти басып тіке құдалардың үйіне бардым. Күйеу балама Құран бағыштап, қайғыдан қан жұтып отырған құдаларға көңіл айтып, Райханымды құшақтап жұбатып, үйіме қайттым. Көп ұзамай күйеу баламның 40 күндік асын берді. Астан кейін Райхан мені өз бөлмесіне ертіп барып, менімен үйге оралғысы келетінін айтты. Бұл үйдің әр бұрышы, әрбір зат күйеуінің есіне түсіріп, қиналып жүргенін айтып, егіліп жылады. Әбден шерін тарқатып жылап алсын деп, Райханымды құшақтап үнсіз тыңдай бердім. Іштей бұл қандай тағдыр? Мені ғана қинап қоймай, қыздарымды қай күнәсі үшін жазалап жатырсың? Алламай деп күңіреніп кеттім. Мені қыздарыменен бұлай қинайтындай қай жерден қателесіп, не жазып қойдым дедім. Осы уақытқа дейін тартқан азабым азбай еді деп айқайлап жыладым. Менің айқайлап жылағанымнан шошып кеткен құдаларым жүгіріп біз отырған бөлмеге келді. Оларда қай бір жетісіп жүр дейсің? Құда көз жасын көрсеткісі келмей теріс қарап кетті. Құдағиым бізге қосылып әбден шеріміз тарқағанша бір-бірімізді жұбата алмай ұзақ жыладық. Содан құдаларға мән жайды түсіндіргесін түсінігі мол жандар екен. Райханға баталарын беріп, бірге үйге оралдық. Бір-біріміздің жанымызға жалау болып, бірде күліп, бірде жылап, уақыт өте берді. Құдалармен бір-бірімізге деген сыйластығымыз үзілмеді. Айы күні жетіп Райханым ұл босанды. Барлығымыздың қуанышымызда шек болмады. Құдалар ұлдарынан ұрпақ қалғанына қуанды. Райханым қыз босанса біздің тағдырымызды қайталатындай қорқып жүрген болатынмын.
Уақыт емші демекші, сәбилі болғалы Райханның да жүзіне күлкі ұялады. Құдаларым жиі келіп бізден хабар алып, немерелерінің жұпар иісін құшырларына иіскеп, құдағайым көз жасын сығып кететін. Аллам енді осы немерем мен шөберем аяққа тұрып кеткенінше өмір берсе екен деп солардың тілеуін тілеймін. Менен басталған бақытсыздық осы немеремнен ары кетпесе екен деген бір ғана тілегім бар. Алланың әрбір берген пендесі алдағы өміріне зор үмітпен қарап, болашағының жарқын болатынына сенеді екен. Алайда барлығы біз ойлағандай бола бермейді. Өмір сан қилы тосын сыйдан, күтпеген қиыншылықтардан тұрады екен. Мен де жас кезімде алдағы өміріме жоспар құрып, білім қуып, қандай да бір шынды бағындырсам деген армандарым болатын. Талай күндерді ұйқысыз армандаумен өткіздім. Ертегідей ақбоз ат мінген қанзадамды күтіп жүргенімде тағдырдың маған деген жоспары мүлде басқа екен. Барлығы керісінше орын алып, есекке мінген надан еркектермен тағдыр тоқыстырып, олармен құрған шаңырағым шайқалып, некелерім сәтсіз аяқталды. Өмірде ата-енеден жолым болып жақсы жандарға келін болдым. Алайда өмірлік серігім дұрыс адам болмаса, барлығы да бекер екен. Тағдырыма мойын сұнып, Алланың маңдайыма жазған шығар деп өз өмірімді ұмытқанымда, перзентімнің бақытсыздығы жүрегімді тілім етті. Талай күндерде көз ілмей Аллама бір ғана сұрағымды қойып, жауабын ала алмай таңдатырдым. Не үшін? Жазығымыз неде? Бір айналдырғанды неге шыр айналдырады екен? Бұл қалай болғаны? Ешкімнің ала жібін аттап қиянат көрсеткен жерім жоқ еді. Неге бұлай жазаланып жатқанымды түсінбей, ой тұңғиығына батып қиналамын. Раушан мен кейінгі қыздарымның бақытын тауып кеткеніне шүкіршілік етемін. Райханыма келсем, ертеңіне алаңдаймын. Оның күйеуіне сүйіп қосылғанына қуанған болатынмын. Алайда бұл қуанышымды көп көрді ме, күйеу баламды да алып кетті. Басқа түскен баспақшыл демекші, тағдырды маңдайымызға жазғанын көріп жатырмыз. Қалған жағында ұрпақтарымызды өмірімен бармақтай бағымен берсе екен. Ешкімді перзентпен сынамаса екен. Осынша уақыттан бері тағдырдан тартқан тауқыметім, жан күйзелістерім іште көн болып қатып, дертке ұшырата бастады.